Katalog. Sen айтпақшы естідің бе? Ана Жанат бар ғой? Сәбиттің қатыны. Сол айтты, рас өтірігін. Олар бір ең үлгілі отбасы деген бағдарламаға қатысып, қайтарымсыз 500 мың теңге ұтып алды. Өбе, оның күйеуі деген бұзықтың бұзығы қалды. Айтпа, ауылдағы ең сотқар адам ең үлгілі отбасын алып алған. Бірақ ол Сәбиттің бар ғой? Қанша бұзық болғанменше, қатынның қасында қатты қорқады. Комиссия келген кезде қатынның қасында отырып, тәртіпте болып отқан ғой, по-моему. Өткенде ауылдың бәрі сыбаға деген бағдарламадан бәрі ақша алыпты. Біз ақ ештеме алмадық. Соны айтсай? Ойпырмай, сол біздің ақшамызды біреу алды ғой. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп, біздің мүлкіміз қаланып тұрған шығар, біреудің кірпіші болып. Біздің несібемізді алып. Ой. Құлпырып кетсің ғой тегі? Иә. Қайдан келе жатсың? Көйлегін сатайын деп жатсың ба тағы? Жоға, қайдағы сатқан? Қаладан келе жатырмын. Қалаға барып, өзім сатып алдым. Аяйын ба өзімне құрсын? Қайдан білейік әйтеуір? Бір көйлек алсаң әйтеуір бір-екі күн киесің де реклама жасап. Артынан сатшы беретін әдетің бар еді. Сатасың ба? Сатпайын, не қылам сатып? Жи ілініп қалды мынау. Осының артынан келген киімдердің бәрін сен ақ сатып алып тауыстың ғой. Не істейсің соның бәрін? Қыздар, не қыласыңдар оны? Мен сендерге күшті жаңалық айтайын. Естімедіңдер ма? Не жаңалық? Қалаға барып, тату-тәтті отбасы деген бағдарламаға қатысып, 500 мың теңге ақша алып келе жатырмын. Міне ақша. Қандай отбасы дейсің? Тату-тәтті. Сен Самат екеуің ба тату-тәтті отбасы? Ай, қатырасың. Біз енді қағаз жүзінде ғой тату-тәтті білесіңдер ғой. Осы үкімет бәрмес бе біздің отбасына вообще жақтырмайды ау деймін. Солай. Или жамандап жүрген біреу бар арасында. Жоға, қыздар, оның ешқандай қиындық жоқ. Үйде қанша адам бар? Мысалы, сол адамдардың барлығының құжаттарын жинап апарып, қалаға барып, сол құжаттарды тапсырып, арнайы бағдарламаға қатысасыңдар, сөйтіп 500 мың теңге ақша алып қайтыңдар. Көру керек екен онда оны. Өздерің бармасаңдар, сендерге кім береді ақшаны? Кеттім мен, қыздар. Жұмыстарды істей беріңдер. Жақсы. Жақсы. Көйлегің жарасып қапты өзіңе. Рахмет. Түк те жараспай тұр, Иә. Каталог, ертең қалаға барамыз ау деймін бізде. Елден кеміміз ба? Бараяқта бүткіл үйдегі бүткіл документтерді ата-бабамыз өлгені бар, тірілгені бар, бәрінікін жинап алып барайықшы ертең. Иә. Ертеңнен қалдырмай барамыз болды. Иә, сөйтеміз. Күшті. Ойба, лағман жегім деп кетті ше. Лағман сияқты ше. На бетінде еттері бар. Ой, соустармен. Күшті. Осы саған бәрі тамақ болып көрінеді ау көзіңе, иә? Сиыр болсаң негіз қора сиыр болады екенсің. Ештеңені таңдамай аузыңа тыға береді. Бірақ семіз болады негіз аты. Жаңа жылда соғымға сойылатын. Отсына жұмыстан қашып жүрсің ба? Биен арқанда дедің ғой. Көріп атсың ғой, отаздайды жем шөп жоқ қазір енді. Аштан қалмайды биен. Сен тауықтарыңа бірдеңе деп атып қой. Тумайды да ғой солар. Туып атыр ма жоқ, әшейін жем шөптің соры ма? Не болды? Тауық жегің деп атыр ма? Сойып беретін тауық жоқ. Тауықтың етін жемейтін білесің ғой мен. Сұрап атыр қашын, не болды долдан? Ана қоразымды, Пернабайдың қоразымен төбелестіремін деп бәстескен ғой. Жеңіп қалды ма? Жеңіліп қалды. Шамаңа қарамайсың ба? Шамаңа қарамайсың ба? Мен немеге шамама қараймын? Қораз ғой төбелесетін.
Ey, адамдың қолынан келетін кәсіппен айналысу керек қой. Ол Пернебай көзін ашқалы бері қораз төбелестірген ғой. Оның атасы да төбелестірген, әкесі де төбелестірген. Оны құдай біледі, үйінде қораз төбелестірген кітабы да бар шығар оның. Сосын не болды? Жеңіліп қалған қораздың басын алдым да жұлып ала салдым. бір рет жеңілгенге сөйте ме адам? Неменеге басын жұлып жүрсің оны? Жындысың ба? Сен олимпиаданың төрағасы болсаң, сонда жеңіліп келген спортшылардың бәрін басын жұлып тастайсың ба? Тек қана мен айырылған жоқпын ғой қоразымнан. Пернебай да айырылды қоразынан. Пернебай да жұлып тастады ма басын? Жұлған жоқ ол. Оның қоразы анау менің қоразым жұлып алғанын көріп, соны көріп талып қалды ма? Сол күн жөліп кетті ары қарай. Слава екен ғой бейшара. Енді таза тумайтын болыпты ғой тауықтарың. Онсыз да туып жүрген жоқ еді ғой. Онсыз да туып жүрген жоқ па? Онда тауықтар қатты өкініп жүрген жоқ сияқты. Қораз өліп қалыпты. Наконай? Ай, Наконай. Дүйсен қайда кетті? Қайда бұл? Білмеймін, таңертеңнен бері көрген жоқпын. Ана Күлпәшпен каталог қалаға алып кеткен шығар. Жоқ, ол екеуі жолмен кетті. Дүйсен олардан кейін машинасымен кетіп бара жатқан. Апа кеше ана каталогпен Күлпәш бір бағдарламаны айтты ғой. Үкімет деді ма, субсидия деді ма, бірлен айтып отырады ғой. Үкімет отбасыға жәрдем ретінде әр түрлі бағдарламамен ақшалай сыйлық беріп жатыр екен. Соны біліп келуге кетті. Өздері де кеп қалар келді. Ой, осында отыр екенсіздер. Ән, келді. Ой, устала. Қолдарына кітап ұстап, болашақ бағдарламасını жазып келдіңдер ме не? Ойбай, апа, айтсам күлесіз. Айтсай күлейік те. Иә. Ана Жанаттың айтып жүргенше, үлгілі отбасы деген бағдарлама, Жәмиләнің айтып жүрген анау тату тәтті деген бағдарлама шынымен бар екен расында. Айттым ғой мен, айтсам сенбей кеттіңдер өздерің. Ал енді не қылдыңдар, жазылдыңдар ма? Ой, сұмырай келсе су құриды болды. Жоқ. Просто толық қапты, ана бағдарламаның бәрі толық қапты. Айттым ғой, олар үйден шығудың амалын жасап, қалаға қыдыруға барып келгенде, біздің құлағымыздан лап шәліп. Закрой рот, Наконай. Уже басталып кетті. Сонда құр бекерге барып келдіңдер ме енді? Ой, апа, Күлпәш құрдан құр барып келмейді ғой, білесіз ғой. Тәуекел дедім да басқа бағдарламаға жазылып келдім. Иә, қандай? Ол бар ғой, ол бағдарлама көп тілді отбасы деген бағдарлама екенше. Сол бағдарламаға сәйкес жұмыс жасайтын болсақ бар ғой, 500 мың емес 1 миллион теңге аламыз. Иә, сол миллион теңгені алғасыншы, апа. Күлпәш екеуміз бар ғой, үлкен қылып есікті алдынан магазин ашамыз. 1 миллион дейсің бе? Не істеу керек сонда? Иә, расында да не істеу керек? Енді ол үшін біздің отбасымызда өлген күнде 3-4 тілде еркін сөйлеуіміз керек, басқа тілде. Соның қиын екенін енді өзің де біліп тұрсың ғой. Шет тілін, басқа тілді сөйлей алатын адам бар ма? Мен ғой мейлі, ана өзбекше сөйлей алам. Апамда бір тіл бар. Я? Пожалуйста, мені сіз бір тілде сөйлейсіз. Мен онша-мұнша французшадан хабарым бар кішкене, одан кейін орысшадан хабарым бар. Мен ағылшынша сөйлеймін. Сөйлемесің ба? Үйренем? Үйренеді. Мен қазақша, Мұхтар Шахановтан ұрыс еститін жағдайым жоқ. Ертең комиссия келсе, точно білдіреді Наконайшы. Апа, осы Наконайды пропискадан шығарып тастай салайықшы. Қой құрсын, пропискадан ақшаға бола шығарып, жұрттан ұят емес пе? Бұлар ақша үшін бәріне барады. Сосын жүрсін ана көшедегілердің бәрі. Пропискасы жоқ деп. Прописка деген не апа? Китергі. В общем, былай. Уже, это, как говорится мне, так, назад пути нету. Только вперед. Дайындалуымыз керек. Мені подвайт етпеңіздер, апа. Әрқайсымыз әртүрлі тілде сөйлеп үйренуіміз керек. Ойпырма, мені жаңа бұл ақша үшін дейсіздер. Ақша үшін жаңа көрдік қой біз. Не болып жатыр? Ақша үшін үйіндегі кәрі әжесін, кәрі атасын пропискадан шығарып жіберіп жатыр. Дайындалайық, апа. Құр отырмай, бәріміз дайындалып жүрейік. 1 миллион теңге. Дым түсініп жатқан жоқ. Ойбай, Наконай, мағанша не керек? Тақтамен бол тапшы, тез. Бол, тасқылам. Тасқылам деп отыра бересің ба? Тұрсай табай. Бол. Бол, кірсейік.
Бұны қалай жинақтаймыз? Ай, Дүйсен, неге шақырдың бізді? Бастасайшы енді. Қазір сабыр етіңіздер. Барлығы түгел жиналсын, бастаймыз. Наконай бір жаққа жұмсасаңыз жоқ болып кетеді. Сол бәрібір түк те түсінбейді. Бізге айта берші, кейін өзім түсіндіріп айтамын оған. Тынышталайықшы. Ағайдың әдемісін, ай. Ағайсызбен танысуға бола ма? Кім, Ахметова? Сен тыныш отыр болмаса шығып кет сыныптан. Аузың бар деп сөйлей бересіңдер. Сабақты осылай оқысаңдар ғой. Ағайың строй ғой. Сен де мектепте өмір осындай сөз естіп жүрген сияқтысың ғой. Мектепте естіп кетті. Иә? Топты Дүйсен. Тыныш. Ой. Келді алмауды әйтеуір. Рахмет, отырыңыз. Қақта жүрсің, тез келмейсің ба? Бор тауып келіп оңай дейсің ба? Мектептің бәрін аралап жүрдім. Қайдан алдың? 7-ші класстан. Бұрышын жегесің ба, не қағасың? Так, былай. Сөзді бөлмейміз. Мен түсіндіріп алайын. Мынау ауылымызда 5 тілді отбасы деген конкурс, бағдарлама яғни ұйымдастырылып жатыр екен. Осы конкурста кім, қай отбасы бірінші орын алатын болса, 1 миллион теңге бөлініп жатыр екен. Түсінікті ма? 1 миллион теңге. Оңай ақша емес, жерде жатқан жоқ. Сол үшін де мына сіздердің бастарыңызды құрап, осы отбасымызға 1 миллион теңге ақша кірсінші. Осыларға жетсінші. Маған керек емес сол. Мына сіздер соны ішіп жейтін. Өзі ойлап тапқан адам құсам, біз ғой барып келген, тауып келген бағдарламаны. Иә. Сен жоқ, онда сен тұрып түсіндір, мен отырайын сен орынға оқып. Ойбай. Түсіндіріп әсілдер. Былай, 5 тіл беріпті. Бірінші қазақ тілі. Қазақша өзіміздің тіл. Екіншісі орыс тілі екен. Үшінші ағылшын тілі. Ойбай, ағылшынша сөйлейміз ба? Мынау почеркке мән бермейміз. Жарайды. Төртінші француз. Мектепте біз французша оқығанбыз негізі баяғыда. Өзбек, өз ағам, өзбек тілі. Бұның бәрі мектепте оқымаған, өз жерде оқиды дейсің ба? Осы 5 тілді беріпті. Әрқайсысы осы бір тілде сөйлеп жүреді, меңгеріп. Мына енді осы елдің жаңағы осы отбасының патриотымын. Осы қазақ тілін енді өзім мойныма алайын мен. Қазақ тілі неге саған болады екен? Қазақ тілі менікі. Ата-бабам маған қалдырып кеткен ғой қазақ тілін. Я, апам сөйлесін. Апам алсын ба? Иә. Апам алсын онда. Өзіне оңайына қалмақшы. Қара. Апам қазақ тілі, орыс тілін кімге берсек болады? Маған берсе, мен как раз онша-мұнша орысша білем. Орыс тілін Наконайға берейік. Үлгерімі төмен ғой. Ағылшын тілі. Ағылшын тілін католикке берейік, Иә. Дүйсен қиын ғой. Қиын, ештеңесі жоқ. Оқысаңдар білесіңдер. Ештеңе жоқ, үйренесің. Католик. Бір аспаннан салбырап түскендей отырманда шос. Француз тілін енді күлпәш. Әшейінде аузың жабылмайды. Аузыңа жұқпайды. Кластың, сыныптың активистісің, оқудың озатысың әйтеуір. Старсың. Саған берейік та француз. Сөйлейм. Баяғыда мектепте оқығандарым бар французша. Күлпәш французша. Енді әйтеуір отбасын бар ауыртпалығын өзім көтерем. Мына ең қиын өзбек тілін өзім алайын. Арам, өзде оңай тіл алып қараса бені. Отбасын арасында, үйде, қандай да бір мәселеде бір-бірімізге сөйлейтін болсақ, яғни мен күлпәш шай қойып жібер, католик тамақ істеш дейтін болсам, мен күлпәшқа француз тілінде сөйлеуім керек, католикке ағылшын тілінде, Наконайды жұмсап ұрсатын болсам,
орыс тілінде сөйлеймін. Апама енді қазақша. 1 миллион теңгені отбасыға әр адам басына шаққанда, апама 200 мың, орыс тілі Наконайға 100 мың, ағылшын тілі католикке 200, күлпаш француз 200, тағы да сол ғой әйтеуір, өмірі отбасының бар салмағын өз мойнымен көтерейін, өзбек тілінде маған 300 мың. Ойбай, неменеге саған 300 мың теңге? Ең оңай тіл ғой өзбек тілі. 2 аттасаң Өзбекстанға жетесің. Иә. Керек емес, мен қарсымын. Қарсысыздар ма? Иә. Керек емес. 100 мыңға мен орысша сөйлемеймін. Мақұл болды. Өмір бірдеңе бүлік шығарып жүрмесін жүре алмайсыңдар. Я, қос. Міне, орыс Наконайға 150 мың. Жете ма? Пойдет. Ол 50 мыңды мен католиктен алдым. Минус. Үйбай ондай болмайды да, от düşün. Маған неге қоспайсың ал? Іштеңе де қосылған жоқ. Ең қиын тіл. Былай істейікші, мақұл. Бір ауызбіршілігі жоқ, бір ағайды сыйлайын дейтін сынып емес екенсіңдер. Осы ана жұрттың, Күләш апайдың сыныбын көрсең, ой, ағай деп. Олар әділ ғой, зато сенікі әділ емес болып тұр. Бопты. Бетек, отбасымыздың атынан 100 мың теңге мынау қазақ тілін көтеруге деген үлесіміз болсын деп, 300 мың теңгені апама берейік, бол. Апама ма? Апама берейік. Ешкім қарсы емес па? Қарсы емес, қарсы болып көрсін. Кім қарсы болады? Болды онда 300 мың. Ойбай, енді ол біздің қазақ тілі біздің 100 мың теңгемізге қарап қалмаған шығар енді ол. Болмайды ғой. Тыныш. Енді былай, Дауыс берейік. әділ болсын. Мынау демократия. Дауысқа салып көрейік. Сөйтейік. Кім 300 мыңға қарсы, апама? 3 дауыс. Ал кім ала берсін дейді 100 мың. Апам 300 мың алсын дейді. Бір дауыспен апам жеңді. 300 мың теңге апам түкі. Болды. Оның несін дауыс бергіздіңдер? Енді былай, әр қайсымыз осы тілде сөйлеп жүрген кезде, кім қателесетін болса, яғни мен сізге апа сөйлеуім үшін қазақша сөйлеуім керек, күлпашқа сөйлеуім үшін мен керек нәрсемді сұрау үшін французша, католик тамақ істеші дегенді мен ағылшынша айтуым керек. Түсінікті ма? Дәл сондай Наконайда апа мороженое әперші дегенді ол қазақша айтады, күлпашқа французша. Түсінікті ма? Енді менің французша шай сұрамасаңыз шай жоқ. Осылай. Ай, жарайды, көрер. Егер кім осы жаңағы шарттарды бұзатын болса, әр қайсысынан минус 10 мың теңге шегеріледі ақшасынан. Қателескен сайын ба? Қателескен сайын. Апама ғана тек қазақша сөйлейміз ғой. Иә. Хаммамызға бүгінге дәріс түсінерлік болса, түсінерлік ме? Түсінікті. Наконай үкемнен 10 мың теңге шегеріледі. Неге? Өзбекше сөйлемейсің ба? Жаңа ғана ережені түсіндірдім. Немеге? Сен шартыны бұздың ғой? Мәнге қазақша кәпірек қойдың ғой, өкем? Мен минус 10 мың теңгесіні мен өзімнің қысабыға қошамын. Вай, ненге өзіңізді қысабыңызға қошасыз? Енді сәнге қысабыңа қошамам? Наконай мәнге кәпірді ғой? Наконай сәнге кәпірдіген болса, мен сәнің қысабыңа қошадыген болады. Иә. Ол мәнің кәпірді. Апа, Түсінерлі. түсіндің ба? Енді менен французша тамақ сұрамасаң, ақшаң бәрі маған ауысады. Хоп, мына. Тағы да пошел. Қайда? Қаққа? Подготовиться надо. Не надо минусовать 10 тысяч. Даже комментия. Апа, егер сізге бірдеңе түсініксіз болса, қазақша сөйлеп сұрай беріңіз. Жарайды, болды. Ай, католик, сен неге үндемей қалдың? Ауырып отырған жоқсың ба? Do you understand me, католик? No. Окей. Ошы білән бүгінгі дәрісіміз түгеді. Сау болыңдар. Sağ olun. Monsieur, pardon. Tout esprit en langage français. Немене кейіп отыр?
Мынауың түк те түсінген жоқ. 3, 4, 5, 7, 15. Орыстың балдарымен біраз араласып, орысша үйреніп болмайын ба? Дон добрый. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нагунай. Можно? Тай-тай. Подойди, не бойся. Я хочу ваш язык. Русский язык. Научите мне. Нагунай аға, бізді де өзіңізде қиынатпай қазақша сөйлей берсеңізші, біз орысша түсінбейміз, тем более сіздің орысшаңызды. Не болып кетті өзі? Орыстың балдарының өзі орысша білмейді. Мен қайтадан үйренем. Ана жоғары жақта Ваня апайға барайын ба? Сау болыңдар, Somsan dadasi mana kelinglar. Qarmangizsa? Assalomu alaykum. Keling. Alaykum assalom. Keling, somsa beraymi? Qaraysan, yaxshimi? Samsa emas, menga dars beramaysanmi? Tushunmadim. Tinchlikmi? Mayli. Bu samsa nimani go'shtidan? Somsa buqani go'shtidan. Lekin yesangiz ot qilib kishnatadi. Tandir samsa. Yaxshi. Bu tandirga qancha samsa ketadi? 120 ta ketadi. Nima bo'ldi? Qiziqib qoldingiz? Tinchlik shunchaki so'radim. Shoshmang, samsaxona ochmayman. Yomon hazil qilar ekansiz. Sardor aka. Beri keling. Tinchlikmi? Keling, so'rda 6 minutga. Men siz bir narsani tindira olmaysanlar salla. Aka 5 minutga qarab turasizmi? Bo'ldi. Shunday ichkari kirib chiqing, tez chiqaman. Bemalol qarab turaman. Xaridor kelsa sotavering lekin. Sotib yuraman. 120 tanga. Bo'ldi. Sotib yuraman. Hammasi sotib yuraman. Tandirmay qolsa sotib yuraman. Samsaga kelinglar. Keling aka. Serjant Qarabayev. Kimni yerni egasi? Hozir chiqadi ichkarida. Samsa beraymi? Dadasi bor samsani. Ko'yalik bir ko'ring. Qanaqa ko'l? Jeki ko'yalikda kam удостоверились bir. Jeki ko'lik ichkarida, yo'q, uyda bu. Samarqanddami? O'sha yerda o'tiraman. Jur bo'limchaga. Tinchlikmi? Jur bo'limchaga. Qaqa bormi? O'sha yerda turaman. Ey, jana o'zbek sarab turangmi, bilamsiz? O'sha yerda turaman. Bahadur jurchi. Ey, juri. Sardor aka, kelaman. Push. Tu vas faire la vaisselle. Commission. Merlubira tashminaji. Yes, best. Ben de bi jidwe masriye. Fumi famri lanjrala. Alaniyo praniu tranu yunditanj. Let's finish it first and then you heard this program. You speak fleece. You flag. You language. This Kazakh 5 million feel gave. To'xta turshi. Oui. Ne pas besoin cause de l'argent pour moi. Malande. Yes. Oh, go mes amis, si. Ay, несіне ішпісат? Қалай, дайындалып отырсыңдар ма? Ескірайым? Сөйлеуге әжептеуір тілдерін келіп қалыпты ғой, ай. Ойбай, Жәмиле келе жатыр. Өз тілімізде сөйлеп, миын аштайық. Иә. сәлем бердік апа, қалайсыздар? Hi, Danny. Hello. Bien, comment ça va? Не дейді? Come complain. Оған беселя. Ойбай апа, не деп жатырсың? Әй, жайша жүрсің бе дейді саған. Жайша жүргенде ішім пысырып кетті, өсек айтайықшы. No. Онда өсек айтатын болсаң, 2-3 күн күтесің. Немесе осылардың тілін үйренесің.
Мына Күлпашпен французша, католикпен ағылшынша сөйлесесің. Сіздер ана 5 тілді бағдарламаға жазылып алғансыздар ма? Ана кімдер көршілер де осы бағдарламаға жазылыпты ғой? Кімдер? О, 10 мың теңге штраф. Мен әшейін сұрап жатырмын ғой, айтпаңыз ғой. 20 мың. Ту. Désolé, gros, mea. No. Ой, католик жанай, қолы бір тамашада. Ай, жаман. О, брат, приехал. Со смаком. Родственниками. Ай, дүйсен қайда жүрсің? Отырып, бұлай бірге дайындалмайсыңдар менді. Ой, басқасы басқа маған дайындалдым қажет жоқ екен. Неге? Комиссияң түгіл полицияның өзі танымай қалды ғой мен жаңа. Ажыратамай жатыр ғой. Өзбекстаннан келгесін құжаттарын көрсет деп. Жібермейді, үйге құжатын көрсет, ей міне қазақпын деп жүр, әрең құтылдым. Сонда да күмәнданып кетті, қаныңда бар ауды. J'en veux pas s'écouter. Сикути. Католик, бай кефир and воу hungry for me. Vay xo'p, dedi jonisi. Let's go. Ozgina sabr qiling, malama. Ай, католик, маған да бір кесе айран әкеле салшы. Hop, bo'ldi, opa. Бар. Жаңа анау орыс балдарға барғам ғой. Орысша үйренейін деп. Иә. Сөйтсем ана орыстардың өзі орысша білмейді. Қазақша сөйлеп тұр. Ой. Олардың да үйіндегілер қатысып отқан шығар осы бағдарламаға. Бәріміз бір ауылдан біз. Rwanda cita rui salifni, Rwanda andipute. Oling adasi, Thank you very much. Oh, baby, come on. Opa, o'zingiz tushingchi. Ай, жоқ, мен тоқпын ғой. Apa. Ana katalogga ағылшынша сөйлей алмаған екен, сіз арқылы айран ішіп отырмын анау. Let's go, Вери, феженау. Тәті тағлы. Ай, сендер де айрандарыңды ішіп алып, жұмыстарын істеңдер. Болды. Быстро выпей, сейчас дождь собирается. Xo'p bo'ladi, akajon. Дерево надо вырубить. Xo'p bo'ladi, akajon. Ё-моё, достал уж со своим, xo'p bo'ladim. Xo'p bo'ladi, akajon. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, aujourd'hui. Hey, aujourd'hui. C'est quoi pour tenir? We have foreign language. Est-ce que foreign dishes you make? What? Hey, no. Pourquoi? Plat anglais fusion for France. Ай, не істеп жатсыңдар? Апа айтыңызшы, французша фуагра ма, жоқ әлде ағылшынша бургер жегіңіз келіп тұр ма? Ай, мына бір картошкамен не істемекшісіңдер? Миды ашытпай, одан да 5 бармақ пісіріңдер. Қалай айтсаңыз солай болады. 5 бармақ десеңіз 5 бармақ. Valvemey FD Kazak. Yes. Әй, каталог, айтпақшы естің ба осы? Француздар біздің 5 бармақты патенттеп алды деп естім ғой. Рас өтірігін қайдан бірақ? Қуама олар. Сол айтам да. Онсында немістер біздің қымызымызды патенттеп алыпты ғой. Қош. Я, бір күні өзімізді патенттеп алмаса болар еді. Әй, сен қазақша сөйлеп отырсың ғой. Минус 10 мың теңге маған жазылады. Сен де қазақша сөйледің. Бірде бір. Әй, каталог. Десендерге білдірмей, ешкім жоқта екеуміз қазақша сөйлесе берейікші. Сөйтіп қой. Я, мен де шаршап кеттім ше. Рахаттан қазақша сөйлей берейікші. Рахатнай, өзімнің қазақ тілім. Өзіме келістік па? Я. Ешкімге білдіріп қоймаймыз да, бір ақыл. Қандай өсек көп отыр, ауылда не әңгіме болып отыр. Солай деяқты. Өлдік қой жарым. Рахаттан қойдайын. Келемесі? What?
Айтам ба? Ақсап түстен кейін маған айт. Мен орыс қызға үйлensем, қаннақа бөлер екен? Не знаю, наверное, хорошо будет. Зато эти твои сноха не будет ей ругаться. Да как там не будет? Они не умеют ругаться ей. Ха, бір тараптан ешкім бір-біріне гапылашамай қалады. Да. Өзбек қызларын таныш бармы? Күйеу бола қыласызмы? Зачем мне такой 90 шариковый взять? Бестолковый. Ассалауму алейкум. Қалайсыңдар? Алейкум ассалам, қалайсың өкем, яқшымысың, қаммасы жойды? Yaxshi. Хош. Sen қалайсың, өкем? Нормальный. Сама как? Өйдетті. Самат өкем, О? кепманымды неме қылдың? Нә дүйсеңіз, кетпенше, сабын сындырып қойын бердің, істеп әкеп бере ме? Немеге сонлайсың ба? Бұл аманатқа қиянат деген нәрселер бар. Ағаннан кейін қайтарып әкеп бермейсің ба? Не болды дүйсеңі? Сен де мен машина моторын жапсырып тұрсаңыз ештеңе деген жоқ, істесең тұр ғой есік алды. Болды. Mayli, shu kepman senga подарка. Мотор bilan расчет. Наконай. Быстро эти дерева срубите, потом аккуратно там кладывайте. Хорошо? Xo'p bo'ladi. Дүйсеңі бір үлкен бір объект аласың ғой деймін. Nima deydi? Яше өзбекше сөйлеп ба? Ты много вопрос не делай. Сен қашандан бері орысша сөйлейтін боласың? С каменного века. Түсіндің ба? Разговор окончим. Быстро делайте, потом будете разговаривать. И с тебя 10 тысяч минус. Зачем? За түсіндің ба? Надо внимательно будьте. Күнде жанып кетті. Айтпа. Жолда шашлық болып қала жаздадық. Сонша уақыт тілімізді бұратып, сонша дайындалғанымыз бірден болды. Сонда сен нервыма тиіп жатырмын. Сен ғой сонда. Елдің бәрін күлкі болдық. Нең бар орысша сөйлеп, өзің тіліңде сөйлеп тұра бермейсің ба? Но қай тілдер сөйлерін білмей тілін жұтты да ғой. Өзі мұңқиып тұр ғой, не айтатынын білмей. Осыны орнына сөйледім. Ойланып тұр ғой, айтатын еді. Өзінше французша сөйлеп, аяғын немесе аяқтадым да ғой. Болды, қойындаршы. Апам ата өрек шаршатып ана жаққа барды. Осындай бір-бірлерге алданасыңдар да жүресіңдер. О, есіме түсті. Теленкі ғой. Сиырдың баласы теленкі емес пе? Өзің теленкі. Түстен кейін неменеге айтып жатсың, білгішпіз сияқты айтпайсың ба маған. Сол жаңа есіңе түспеді ма сол? Ана миллион тұтқанда мен ана үйімді ремонттап аламын ғой деп есептеп жүремін өзім. Бөліспейсің. Үйін ремонттап аласың. Көрдіңіз бе арам балаңызды? Қой шей, әлі алмаған келмеген ақшаны қызғанбай. Сау. Құдымға бесе, ғандосе саға бірі. Не алдыңды? Көп сөйлемей тірліктерін істеңдер дейді апам. Французша үйреніп алыпсың, апа күшті ғой. Ауылда бір кемпір сөйлей алмайды сізден басқа. Өзбекшесін айтсаңыз, түсінбей жатырмын ғой. Көп гәпірмей, ішлеріңе қылыңлары. Әне, түсіндің ба? Түсіндің ме? Болды, Аяжан. Ойпа, апа. Go. Саған шай қой деп отыр, паша. Шай қойшы. Наконай, иди накорми скотов. Скотина. Жүр. Құрсын, үкіметі де құрсын, әкімшілігі де құрсын, апа. Бағдарламасы да құрсын, жақсылап шай ішейік, Ай, сөйтекші бір шай ғой Сүтпен шайналай. ішесіз ба, мятамен ба? Сүтпенсін. Болды. Шаршап кеттік. Бір миллион ұтқанда қошы. Соған бола көңілің түсірме балам. Енді бас аман болса бәрі бітер. Оның үсте сені кім қуып жатыр? Осы үйде тұра берсейші. Бел болмаса келесі жылы бітір үйің. Маған бәрібір. Қош дейік, сол миллионды ұтпадық деп өлеміз бе енді құрсын. Ұнжырған түсірмесші.
Шіректегі мұшық құсап жаның ашып кетеді екен түріне қарасың. Шын айтам, соны отқанда бар ғой, сол миллионды бәрін бере салатын ек саған, ше. Беретін емін. Айта бересің. Дәл қазір болса бермейтін ең соңыз. Олай, сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Ассалаумағалейкум, келіңіз көке. Здравствуйте. Әкімшіліктен келген ем апа. Отырыңыз. Кел айналайын. Әкімшіліктеріңізге рахмет. Бағдарлама болса қатыспаймыз, все. Жизнье қатыспаймыз. Кешегі өнерлеріңізді көріп апа тәнті болдық. Азын аулық сыйлық алып келдік сіздерге. Бірінші орын болмаса да екінші орын береміз деп келісіп әкімшілікпенен. Мынау 500 мың сыйақы алып келдік сіздерге апа. Не ма? Бізге 500 мың? Иә. Рахмет айналайын, рахмет. Слава Богу. Көк байрақтарыңыз желбірей берсін. Мына апа, мына 500 мың ақшаларын мына неге қол қойып берсеңіз. Қаны қоямыз. Ремонт жасайды. Ойнап айтып отқан жоқсыз ба? Үрішкен бар ма? Бар апа. Шынымен бе? Әйтеуір, шутка емес бе әйтеуір. Мінекей. Анау әкімшіліктің қорасынан сиыр пергіп батса өзім айтып шығарып жіберемін соны. Иә. Апа мен жүрейін. Асығыс едім. Шай. Шайшыңыз. Шайға рахмет, нанау істейін. Жарайды. Асығыс болса жарайды. Ет саватырық. Рахмет. Жақсы айналайын. Сау бол айналайын. Күшті болды, папа. Міне ақша. Ай, еңбектерің еш кетпеді әйтеуір. Міне, кәді, бөліп алайын. Соңына дейін күтейіктен нәкөнеге бөліп берем ме, әке беріп өзім бөліп берем. Мен кесімнен жеңіліндер, мен бөліп беремін. Кәні? Күшті болды ғой. Шай қойшы, күшті батып отыр шай деген. Түр шай қойсам өйдеді ме? Ақшасын санап. Не сыбырласып қалдыңдар те? Кафеге барайын деп отырмыз. Или ақшаларың осы Дубайға кетейін деп жатсыңдар ма? Жарты жылда екеуін самолеттен лақтырып жіберетін жар. Ақшалары жетпей. Құрметті ағайындар, мен өзім ойлана келіп бір шешім қабылдап, өзімнің 100 мың теңгемді Дүйсен үйін бітіріп алсыншы деп 100 мың теңгемді қостым. Маған ба? Иә. Міне, Әйелі ғой енді. Молодец. Ай, Рахмет, міне, мықты әйелі. Ағайындарың осындай болса екен бәрі ше. Иә. Рахмет саған. онда балам үйін бітіріп алсын деп, мен де қостым онда. Әні. Мә, дейсен жан. Ал, Ана деген осындай болу керек қой міне. шын ниетімен. Рахмет апа. Менің бауырым үйсіз жүрген кезде ақшаның маған көк түйіні қажет жоқ. Мә, мен де қостым. Жанына күні. Бауыр деген осындай болса, ә? Інісі бар, тынысы бар деген. Иә. Қарашы. Ал. Ой, рахмет сендерге. Жақындарым, ағайындарым. 400 мың болды. Енді бір 100 мың болғанда, Соны айтсай. кіре берсін бітіріп алатын еге. Полный, ровно болады. Кіретін еге. Басқасына кіре берсін де шайдың шетінен 100 бітіресін. мың болғанда кіріп алатын. Қаяқтан аламыз 100 мың? Кредитке ма? Ондай 100 мың бере салатын ағайында жоқ қой Соны қазір. айтсай. 100 мың теңге біреу бере салса ше. Кім бере салады қазір саған 100 мың мә деп? Жақының болмаса, жеңгең ба болмаса, кім береді қазір өйтіп саған 100 мың? Жаңақ мен қалың салып де. Бір жақын жеңгең болса, Соны айтым. 100 мың ма қайным деп үйің кіріп ашып береді. Беріп тұрса я. Ондай беріп тұрса. Ондай жеңге жоқ қой қазір. Ай, неге жоқ? Қазірде бар ондай жеңгелер. Қаяқтан, кім бере сал? Қандай жеңге береді 100 мың теңгені? Ой, неге жоқ Қайным бар? мә деп. Сіздер де бір. Бар екен ғой. Бар екен ғой. Қапты ғой, біреу-ақ қаған екен. Соңғы міне мықты жеңге осындай болсын жеңге. Өз батам өзіме. Аппетитім кетіп қалды. Жеңге. Ол ренжімейді, сәл ренжіп қайтып келеді. Иә. Рахмет. Тез ғой, несі ашуы. Күлпәш. Жүрегі ақ қойын өзі қара болғанмен. Шай құйшы. Иә. Күлпәшқа құйш.
Хотя бір мороженое әпер енді. Бол, бір бассейн мороженеге екеуің жүзесіңдер. Кешкі дастархан өзімнен. О, Ой, өзіңде. Не жейміз?